Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен өте әдемі, ерекше дүние жасайтын боламыз. Бұл дүниеміздің аты шляпа. Шляпамыз бұл неге айналады? Бұл ине шаншығыш дүниеге айналады. Сондықтан біз алдымен дискіні алып, осы дискіден сыртына 7-8 сантиметр артық қылып, осы жаңағы велюр матаны ойып қырқып алдық. Енді осыны айландырып сары жіппен тігіп шығамыз. Қарап отырыңыздар мұқият. Өте қызықты, өте өздеріңізге керекті дүние деп ойлаймын. Әсіресе тігетін апайлар, тігетін қыз келіншектерге арналған бұл. Біз кейбір кезде осы инемізді қайқа қоятынымызды білмейміз. Кәдімгі өзіміздің тігіп жүрген жіптің ортасына шаншып қоямыз. Ол негізі дұрыс емес. Сол себептен біз негізі кейбіреулер осындай жаңағы шляпа сияқты, или болмаса дөңгелек, әртүрлі фасонды осындай жаңағы ішінде мақта салынған дөңгелек мамық заттарды істеп қолына тағып қояды сағат ретінде. Ал біз енді бүгін сіздермен шляпа жасайтын боламыз. Қай жерге қоюларыңыз келсе ыңғайландырып қоя бересіздер. Осы дискіні айландырып тігіп шығып, енді осын нықтыру үшін жіппен 3-4 рет тігіп аламыз. Өйткені аузы ажырап кетпейді, сондықтан нық тігеміз. Мұқият соңына дейін қарап отырыңыздар. Сіздерден өтініш, басынан негізі аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Өте қызықты, өте жаңағы өздеріңіздің шабыттарыңыз келіп кетеді бұндай неге. Мінекей біздің шляпамыздың астыңғы жағы дайын болды. Енді бізге шляпаның төбесі керек. Бас керек болады. Оны дискіден 3-4 сантиметрде сәл-ақ қана қылып, артық қылып кесіп алып, енді және тағы да осындай қылып айландырып тігіп шығамыз. Менің көріп отырған оқырмандарым, сіздерден өтініш, осы видеоны көріп отырып, басынан аяғына дейін аяқтап көрулеріңізді сұраймын. Өте тамаша, қызықты. Мінекей айландырып тігіп шықтық. Машинаның тігінмен тігудің қажет жоқ. Әрине, міндетті түрде қолмен тігіңіздер, сонда өзі ыңғайлы болады. Өйткені машинамен тіксеңіздер, көп жиырыла қоймайды. Мінекей синтефон мақтаны тығыз қылып тығыңыздар ішіне. Сонда шляпамыздың басы сұлу көрінетін болады. Мұқият қарап отырыңыздар. Кейбір адамдар видеоны көріп, негізі қызығушылық пайда болады. Оны өзім басымнан өткен. Өйткені осы қызығушылық пайда болып, кішкене кейбір адамдар ине түрте білмейтін адамдардың өзі осыны жасап үйренеді. Мінекей осыны. Мінекей шляпаның төбесі дайын болды. Енді бізге шляпаның инемен кішкене туралап аламыз. Кәдімгі біздің фоамирон қағазын қолданатын боламыз. Ішіндегі қағазын алып тастап, ортасы клей, соны бір-біріне жапсырамыз. Алдымен бір жағын жапсырып шығамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Әрине, екінші жағын бір-біріне жапсырамыз. Қанық түсті, қызыл түсті фоамирон қағазы, сонда біздің шляпамыздың өңі кіретін болады. Мінекей, енді осының екеуін ортасын ыстық клеймен біріктіретін боламыз. Қарап отырыңыздар. Мінекей дайын болды. Енді осының ұштарына ыстық клейді жағып шығамыз. Енді шляпамызға жапсырамыз. Енді томпақ бас жағын осы шляпаға кигізетін боламыз. Мінекей, қараңыздар, кигіздік. Неге ұқсады? Дәлме-дәл шляпаға ұқсап шықты, қараңыздар. Енді осының екеуінің ортасын байланыстырып тұрған жерді бітейтін боламыз. Кәдімгі
мынандай тор, дайын тор бар. Кішкене сыйлыққа орайтын торымызды қолданатын боламыз. Әрине ене жіпті алып, жаңа торымызды гармошка қылып жиырып аламыз. Енді оған фоамирон қағазының сарысын бүктеп, және сол жаңағы торға тігіп қоямыз. Сонда шляпамыздың артындағы кішкене бантигі болып, шляпамыздың өңін кіргізетін болады. Алдыңғы шляпада біз негізі ақ вюллер матадан жасадық, және оны ашу үшін кәдімгі қызыл түсті және ашық розви дейді, розви түсті және жаңағы торды қостық. Енді екінші сіздерге көрсетіп жатқан алдында розви емес, сары түсті, алтын түстісін жасап жатырмыз. Мінекей, енді осы шляпамыздың артындағы жалғасқан жеріне жабыстырамыз. Мінекей, ине шаншығыш шляпамыз дайын болды. Енді біз сіздерге кәдімгі иненің басындағы кішкене моншағы бар инелерді шаншып көрсетіп жатырмын. Өте әдемі болды. Баға беріп кетіңіздер, және көргендеріңізге рахмет. Мінекей, біздің екі шляпамыз дайын. Видеоны көргендеріңізге рахмет.